Мен мәдени ағарту бірлестігіне қарасты жас ұрпақ жасөспірімдерді әлеуметтік дамыту орталығының меңгерушісі Дәулеткалиев Бекет Өтебұлы, қазақтың көрнекті ақыны Жұбан Молдағалиевтің туған 100 жыл толуына орай ақынның өлеңдерін жатқа оқу челленджін Гагарин атындағы балалар кинотеатрының меңгерушісі Асия Хамзиевна Стародубцевадан қабылдап алып, мәдени ағарту бірлестігінің әдістемелік кабинетінің меңгерушісі Анаргүл Сағындыковна Бимухановаға жолдаймын. Жұбан Молдағалиев, туған жер. Не бір тау, не бір қара орман, не бір тұс болсын қуырған, дүниеден өзге жаралған, туған жер деген ол арман. Ол үшін кім жоқ қуанған, ол үшін кім жоқ мұнайған. Келесін іздеп қияннан, құдіретті күшті Құдайдан. Ол үшін жауға шаптық біз, жастық шақ өтті майданда. Ол үшін азап тарттық біз, жеңіспен қайттық қайданда.